Ертеде қауымдастық сияқты тайпалар өмір сүріп бастады. Және олар өмір сүрді. Бір-бірімен татуласып өмір сүріп еді. Бірақ оларға чабысқан олар сақтар болды. Сақтар өзінше бір мықты елдердің қатарында болды. Және басқа да жаулармен соғысып, олардың жерлерін оңай тартып алды. Және одан кейін сақтар бір елдермен соғыста болды. Бірақ ол елдерде жеңіліске ұшырап түркілерге айналды. Түркілердің жері кішкентай болды, бірақ ары қарай олар үлкейіп мықты елге айналып жарты әлемді алды. Және содан қайтадан басқа да елдер соғысып жатты. 751 жылда. Ол кезде олар бір-бірімен саудаласты. Олар бір-бірімен соғыса берді. Және сол жерде атақты моңғолдар шықты. Олар бүкілінен соғысып, бүкілін жеңген. Және де көп билік жасады. Жарты әлемді жаулап болды. Және олар өздері моңғолмыз деді. Бірақ олар да 1494 жылы басқа елдер бір-бірімен соғысты. Және сол жердегі түріктер бір-бірімен естеді. Сол кезде қазақ хандығы шықты. Бірақ қазақ хандығына көп елдер соғысқа шығып, оларды ирандап кетті. Олар басқа да елдермен соғысты. Сөйтіп қайтадан ақыры жеңілді. Бірақ сонда да мойымады. Сөйтіп олар орыстармен бірігуді істеді. 1717 жылы. Олар бір-бірімен бірігетін еді, бірақ ол ана басқа біреумен жау еді. Бірақ ол ел өлтірді және Қазақстанға көмектесті. Сөйтіп оны Қытайлар жеңіп кетті және Ресей жарты жерін алып кетті. Және сөйтіп Қазақстанды өзіне қоспақ болды. Және сөйтіп Қазақстан Ресейге өтті. Олар да орыстар болып қайтадан өз жерлерін берді. Олар жүрді. Бірақ сөйтіп қазақ хандығындағылар оларды қайта қазақ қылды. Бірақ орыстар да әскерлері келді. Әскерлерімен бірге соғысып жүріп, қазақ хандығылармен де соғысты. Олар да соғысты, бірақ жеңіл қиын болды. Және де соң кейін Ресей болып қала берді. Бірақ одан кейін олар СССР дейтін жаңа құрам ашты. 1914 жылда. Олар сөйтіп СССР дейтінге айналды. Және ол кезде Қазақстан СССР деді. 1914 жылы. Қазақ СССР басқа да елдермен соғысып көмектесіп жатты. Сөйтіп басқа да елдер жеңді. Сөйтіп Қазақстан СССР 1944 жылы Байқоңырды космодром және 1991 жылы СССР құлады және Қазақстан орнады. Қазақтың жерлері өзіне қайта оралды. Қазақтар бейбіт өмір сүріп, тәуелсіздікке алып, тып-тыныш басқа елдермен өмір сүрді. Қазақстан жайлы осындай бірнеше мықты осындай тарихтар болған. Ал оны ұмытпауымыз керек.